Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңдер. Сабақ басталмас бұрын ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін біз ежелгі көшпелілер мәдениеті бөлімінің алтын адам тақырыбын өтеміз. Бұл сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Сонымен қоса, ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Әшекей – украшение, бедерленген рельефный, құйма алтын – ол слитковое золото, құмыра – кувшин, алқа – ожерелье. Естеріңізге сақтап қалыңыздар. Бірінші тапсырмада бұл айтылым тапсырмасы. Мына сұрақтарға жауап беріңдер. А теперь ответьте на эти вопросы. Мына сурет таныс па? Ол туралы не білесің? Вам знакома эта картина? Что вы знаете о ней? Қазақстан жерінен осындай мұраның нешеуі табылған? Сколько таких наследий были найдены на казахской земле? Бұл қай заманның ескерткіші? Как вы думаете, какому веку принадлежит? Иә, дұрыс айтасыздар. Есік қорғанда сақтар тайпасының жас көсемінің зираты табылды. Ол алтын адам. Қазіргі таңда Қазақстан жерінен 8 алтын адам табылды. Жас көсем біздің заманымыздан бұрын 5-4 ғасырларда өмір сүрген екен деп айтады. Жауаптары тура осындай деп ойлаймын. Келесі екінші тапсырмада дерек көздерден алтын адам туралы ақпарат тауып, мәліметтер жина. Сол материалдар бойынша республиканың шағын қалаларда жылжымалы көрме өткізілетіні, онда алтын адам экспонаты бар екен туралы қысқаша хабарландыру мәтінін жаз. А теперь найдите информацию о золотом человеке из источников и на основе этих материалов напишите небольшой текст объявления о том, что в малых городах республики пройдет передвижная выставка с экспонатом золотого человека. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі 89-шы беттегі мәтінді оқыңдар, мазмұнын түсініңдер. А теперь сами самостоятельно прочтите текст на странице 89. Мәтін бойынша тапсырма орындаймыз. Мәтіннен қою қаріппен жазылған сөздердің аудармасын сөздіктен қарап, дәптерлеріне жазыңдар, сілтеу есімдіктерін теріп жазыңдар. Из текста вы пишите выделенные слова, найдите перевод в словаре, запишите в тетрадь и, конечно же, выпишите указательные местоимения. Дұрыс орындады деген ойдамын. Олай болса, жауаптарыңды тексеріңдер. Келесі тапсырмада мәтіннің әр ой бөлігіндегі ақпаратты талдаңдар. Сол ой бөлігіне тақырыпша қойыңдар. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрыңдар. А теперь проанализируйте информацию в каждой части текста. Озаглавьте часть. То есть напишите план к этому тексту. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Келесі тапсырма жұптық жұмыс. Мәтіннің мазмұнына байланысты бір-біріне сұрақ жазыңдар. Жауап беріңдер. Это работа в паре. Задайте друг другу вопросы и ответьте на них. Керемет.
ықтимал жауаптарымен салыстырыңдар. Келесі тапсырмада мәтін мазмұны негізінде төменгі сөйлемдерді толықтырып жазыңдар. То есть по содержанию текста дополните следующие предложения. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. 9-шы тапсырмада сөздерді тіркестіріп жаз, құрамынан сын есімдерді тап. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Сабақта алған мәліметтерге сүйеніп, көшпелілердің ғажайып мұрасы тақырыбында ой толғау жаз. На основе полученной на уроке информации напишите размышления на тему «Чудесное наследие кочевников». Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі жұптық жұмысқа көшейік. Ақпарат көздерінен алтын адамға қатысты материалдар жинап, тұсаукесер өткізіңдер. Тұсаукесерді сынып алдында қорғаңдар. А теперь, опять же, работа в паре. Соберите из источников материалы, связанные с золотым человеком, и сделайте презентацию, то есть защитите эту презентацию перед всем классом. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Мәтінді оқыңдар, диаграмманы толтырыңдар. То есть прочтите данный текст и составьте диаграмму. Өздеріңді тексеріңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.